жатқан кезде ше. М, Мақтайсыз ба күйеуіңізді? Мақтамайды екем. Кім мақтайды, сіз мақтамасаңыз? Сосын ертең көшеде біреу өзінен жасы үлкен бір әйел, 5 баласы бар, біреудің қатыны, ой, қандай күштісіз. Мә, сіздің әйеліңіздің арманы жоқ шығар, мә, қолдарыңыз қандай күшті, қандай көрікті жігіт істесе, ол сізден естімеген сөзді ана әйелден естісе болды, соның басы кетіп қалады ол. Қалайсыз бұны? Жоқ. Үйіп төгіп тастасаңдаршы, құлағынан үйіп төгіп асырып тастаңдар. Если он этого стоит, конечно. М, Қалай ойлайсыз, стоит, не стоит? Мақтаса, ал иә тезіне ақ қалады ол. Ерме андай сондай кішкене аңқаулығы бар ғой. А что, еркекті только аңқаулығы үшін ғана мақтаймыз ба не? Достойный, он достойный. Ол мен қазір ана жерде айналайын, ол болмағанда ана 50 кило картошканы мен көтеріп келетін едім, например. Он что, не достоин? Достоин. Я просто как вспомню, блин, ана картошканы или пиязды өзің көтеріп келе жатқанда. Нет. Лучше он. Бірақ И спасибо ему за это. Айта ғой. олай көп таппаса да біздің тамағымызды тауып келіп жатыр, асырап жатыр. Молодец. Өткөл нәрсені былай бала шағамен шыққанда бәрін көтермесе де жартысын көтеріп жатыр. Молодец. Қолынан келгенше, иә? Оған Иә. ол бастапқы ғой, кейін одан күштісін табады Алла қаласа. Асырауды біледі, бірақ мінезі кішкене сол шыдамсыз, сабырсыз. Мінезін реттеуге болады. Еркекті блин, қазір қатты айтылып қойды. Просто бар ғой, сіз мақтап көріңізші, сосын қасына көп жатыңыз. Күйеудің қасына көп жатыңыз, көп мақтаңыз. Но бір нәрсе бар, күйеуді өтірік мақтауға болмайды. Олар оны біледі, бесіске біледі. Отыр ғой мына жерде 1000 еркек. Бесіске біледі. Ана жерің мынандай ғой дейсіз олар. Бля, осы сөйлесіп көрініп тұрады олар. Көріп сразу